Жақында бір ағамызға айтып жатырмын. Аға, сіз намаз оқымайсыз ба десем, енді үлкен қызметтегі ағамыз енді, әлбетте мәдениетті өте бір дамыған мемлекеттерді оқыған ағамыз ғой. Сөйтсем, жаңа ағамыз айтады, мен таптазамын ғой дейді ғой. Мен айттым, бұл кер лас адам намаз оқымайды бұл. Бұл кер лас адам намаз оқымайды. Бәлкім намаз оқитын адам сізден де таза болады, пәк болады ол. Себебі сіз анау Европаша бетіңіздің бәрін бір күнде бір рет жуатын болсаңыз, ол бейшара аяғын 5 рет жуады. Ол бейшара аяғын 5 рет жуады. Сіз сабындап жусаңыз да, немен жусаңыз да бір рет жуасыз, бірақ мұсылман адам аяғыны 5 рет жуады. Тазалап бармақтардың арасына шейін қолымен шығып, әдемілеп жуып қояды. Міне бұны мәдениет деген Гетенің өзі айтады. Егер ислам болмағанда, бүтін Европа мәдениетсіз қалған болар еді деп жылаған. Гете, Европаның ең үлкен büyük ғалымы, пірі. Біздің қазіргі не бір сауатқандарымыз оны менсінбей жүр ғой, бірақ ол сөйтіп айтып жылап кеткен. Егер Европа болмаған, егер ислам болмағанда бүтін Европа мәдениетсіз қалған болар еді деп кеткен екен. Сол үшін ләалләкум таттақун, Аллахтан қорқу ағайындан. Екінші нәрсе, қараңызшы, адам, мен жаңағы ағамызға айтып жатырмын, ағажан деп жатырмын да, сіз аяқ астынан өліп қалсаңызшы, аяқ астынан өліп қалдыңыз, міне. Ешкім гарантия бере алмайды. Сізді жуады ма деп жатырмын да, сізді жуады ма? Сіз аяқ астынан өліп қалдыңыз, сізді жуады ма десем, білмеймін ғой дейді. Бүйтіп костюм шалбар киіп, галстук тағып жүре бергенше, адам өлгеннен кейін жуылуды ғана сезіну керек. Сіз өліп қалсаңыз, сізді жуады ма деп жатырмын да. Бейшара қайранда. Ондай әңгімені естіген. Төрге жоғарылай беру керек, жоғарылай беру керек, ала беру керек, қалтаға сала беру керек. Қашанға сен саласың, қашанға сен жоғарылайсың, сен түсетін жер бар. Жаңағы бейшара әнді, мен айттым, жуады ма десем, жуатын шығар дейді. Иә, бірақ неге жуады? Сіз күніге сабынмен, шампунмен, машалкалармен әдемілеп тұрып, шайынып жуынасыз ғой. Сіз өліп қалсаңыз, неге жуады деп отырмын ғой? Білмеймін ғой дейді. Бірақ сіз өлгеннен кейін, сізді жуып болғаннан кейін, сізге дәрет алдырады деп отырмын да, дәрет алдырады сізге. О, ағайындар дәрет алдырады. Бұл еркек әйелдің барлығына қатысты нәрсе. Еркек әйелдің бәрі, сіз өлгеннен кейін, сізді әдемілеп жуып болғаннан кейін, сізге дәрет алдырады. О, ағайын, тірлігіңде алмаған дәретің өлгеннен кейін пайда береді ме? Міне осыны біз жылап айтамыз ғой.